Армысыздар, бармысыздар, біздің қымбатты тыңдармандарымыз. Арнамызға қош келдіңіздер. Арнамызға салған әңгімелерімізге лайк басып, тіркеліп, қолдап жүрген сіздерге Аллам разы болсын. Арнамызға салған әңгімелерімізге лайк басып жүрген алтын саусақтарыңыз талмасын, шаршамасын. Отбасыларыңызға тек береке болсын. Ал ендеше, қымбатты тыңдармандар, мен әңгімемді бастайын. Мен әңгімелейтін әңгіме 12 жыл түрмеде отырған Тілеу деген жігіттің екі спортсмен жігітті бір қылмысқа итермелеген сол жөнінде әңгімелеймін. Тілеу 12 жыл түрмеде отырып, есірткіге отырып қалады. Анығын айтқанда наркоман. Ананың шапкасын мынаған, мынаның шапкасын анаған кигізіп, әркімді алдап, есірткісін тауып, соған кайфовать етіп жүреді. Күндердің бір күні біреулер арқылы бұған Тәжікстаннан келген 4 тәжік 10 килограмм героиндары бар. Бұнымен танысады. 10 килограмм бар дегеннен соң, Тілеудің есі шығып кеткені сонша, бұлардан енді қалай алсам деген ойға көшеді. Сатып алайын десе, ақшасы жоқ. Өйтіп олардан пробасын көреміз деп, 1-2 күнге жететін есірткі алып алады. Есірткі болғанда, турасын айтқанда героин. Соны тығып, раскумарица етіп, болды зор екен деп, тәжіктерге бір күннен соң кездесетін жерді айтып тарқасады. Тәжіктердің 4-еуі де сақалдары қаба сақалды, жауырынды келген, өте мықты жігіттер екен. Жарайды деп олар бір күннен соң кездесеміз, бірақ героиннің бәрін алып келмейміз. Себебі мен тапской болып кетуі мүмкін. Сендер бірінші заклад бересіңдер, сонан соң барып героиннің қалғанын көрсетеміз дейді. Тілеу мақұл деп олармен мақұлдасып үйіне келеді. Үйіне келіп ары-бері ойланып, өзінің ауыл жағынан Мақсат, Қанат деген екі жігітті танитын еді. Сол екеуін іздеп барса, тура үйлердің алдында Турник Брусия болатын. Турник Брусияда ойнап жаттығып жатыр екен. Жанына келіп амандасып болғаннан соң, тәжіктердің 10 килограмм героині бар екенін, егер де соны қандай да бір жолмен алып қоятын болсақ, килограммын $3,000-дан $30,000 болар еді дейді. Қанат пенен Мақсат оны қалай алып қоямыз дейді. Азын-аулақ ақша тауып, міне мынау заклад, қалғанын 10 килограммды көрсеткенде расчет жасаймыз деп, 10 килограммның қай жерде тұрғанын біліп, олардан тартып алу керек дейді. Сонымен не керек? Өздерінше әбден план құрып, Мақсат пенен Қанатты ертіп, Тілеу әлгі тәжіктермен кездесетін жерге келеді. Бұлар күтіп тұрғанда, сырттан тәжіктер бақылап тұрса керек. 4-еуі келіп, Тілеумен амандасып болғаннан соң, бұлар кімдер деп сұрайды. Тілеу Қанатты көрсетіп, мынау сатып алушы, анау жолдасы деп айтады. Сол жерде Қанат әбден дайындалған сөзбенен жаргон араластырып, не бойся, братуха, мы свои деп, мынау закладың деп, $200 ақша беріп, қалғанын бәрін көрсеткенде расчет жасаймыз деп, тәжіктерге ілесіп, тәжіктер алдында, олар артында. Бұлардың мінген көлігі Мерседес 124, тәжіктер X5 джипке мініп алған. Не керек, джиптің соңына ілесіп, тәжіктердің артынан жүріп отырады. Тәжіктер үлкен жолға түсіп, Түлкібастың тауына қарай жүреді. Қаладан 45 шақырымдай ұзағаннан соң, Машатқа келіп, бұрын Высокий деп аталған, бұл күндері Ақбиік деп аталады. Ақбиіктен оңға бұрылып, таудың етегіне келеді. Бір ойпаттау, ең жерге келіп тоқтап, арттағы машинаның, Қанат, Тілеу, Мақсат мінген машинаны жанына келіп тоқтағаннан соң, ішінен тәжіктер түседі. Тәжіктер түсіп, давай, долго тянить не будем, деньги давай готовьте дейді. Бұлар өтірік сипақтап, ақшаны дайындағансып, машинаның салонын ақтара бастайды. Дәл сол кезде әлгілер екі скотчқа оралған 5-5 килограммнан 10 килограмм есірткіні көліктен алып түседі. Мақсат бойы пәкінелеу келген, өте иықты, жауырынды, кішкентай кезінен еркін күреспен айналысқан, өте мықты жігіт болатын. Қанат бойы 1.90, жауырыны қақпақтай, салмағы 100 келі тартатын нағыз палуан еді. Не керек? Қанат әлгі оралған героиндарды қолыменен ары-бері көтеріп, салмағын өлшегенсіп, бір бөлігін Мақсатқа қарай лақтырып жіберіп,
Екінші бөлігін өзі машинаның алдын ашып, алдында адам отыратын жеріне қоя салып, қашпақ болғанда, бұны сезген тәжіктер қолдарында асалары бар екен, арматура темірлері бар екен. Олар да ақымақ емес қой. Аса менен қанаттың тура басынан дыңқ-дыңқ еткізіп 2 мәрте атады. Қанат көлікке отырып үлгермей, бір аяғы сыртта, ес-түсінен танып, алдыңғы шопыр отыратын орындыққа сылқ ете қалады. Дәл осы кезде Түлеу жақын маңда тұрған қалың бір топ ағашқа қарай заулап қашып барып жоқ болады. Мақсат әлгі қанатты атқан тәжікті тура зу етіп белінен өтіп, көтеріп тұрып, жерге бірақ сүңгітіп жібереді. Қалған 3 тәжік Мақсатты арматураменен тоқпақтай бастайды. Мақсат бір қолымен басын жауып, екінші қолыменен әлгі тәжіктің жағасынан шап беріп, ары-бері сүйреп, тобықтың астынан бір теуіп, дүмп еткізіп жерге атып ұрады. Үшінші тәжік қолындағы арматураменен Мақсаттың басынан қойып кеп жібергенде, Мақсаттың тура төбесін оңдырмай айырып жібереді. Бет-аузына қарай қан аға бастайды. Көзі қарауытып, өзін ұрған тәжікке қарай тап берген кезде, тәжік арматурамен тағы да бір ұрып қалады. Тура қолына тиіп, қолын сындырып жібереді. Ет қызуменен Мақсат еркін күрестің мықты шебері ғой. Бір қолыменен тәжіктің шықырынан ұстап, жамбасқа алып, жерге атып ұрады. Қып-қызыл төбелес болып жатқанда, бір 7-8 минут өтеді. Қанат есін жинап, орнынан тұрып, Мақсатқа жабылып жатқан тәжіктерге дүрсе қоя береді. Қанат өте мықты жігіт еді. Біреуін бір ұрып, бүк түсіріп, Мақсатты көліктің артына отырғызып, өзі артқа шегініп келіп, зып етіп көлікке отырып, замокта кілт тұрған, ары еткізіп машинаны оталдырып, тұрған бойында атылып, қара жолға салып, шаңын шығарып қаша жөнеледі. Тәжіктер қой құрсын деді ме екен, белесінен аулақ деді ма, заттары өздерінде қалды. Олар да жиптерді оталдырып, тас жолға қарай түсіп, жоқ болып кетеді. Қанат заулап отырып, Шымкент қаласында Мақсат екеуі Қайтпас мөлтек ауданында пәтер жалдап тұратын. Тура сол Қайтпас мөлтек ауданына заулап келіп, Мақсаттың қолы сынғанын байқап, басының қатты жарылғанын көріп, Дәулетбақ деген сынықшы кісі болатын. Соның үйіне қарай заулап келеді. Дәулетбақ та бұрын зонада отырған, бұндайды жақсы түсінетін адам болатын. Бұлардың тек келмегенін көріп, бірінші қолының сынығын туралап, өте мықты сынықшы, бәрін реттеп болғаннан соң, қазақшылықпенен ол кісі адам демдейді. Киізді күйдіріп, Мақсаттың жарылған басына басып, 1 сағаттай уақыттан соң, енді үйге апарып жатқыз, көп жүрмесін, көп қан кетіп қалған деп, қып-қызыл бір шыны, бір сұйықтықты беріп, осыны аз қасықпенен әр 2 сағат сайын ішсін деп, Қанаттың қолына береді. Қанат пенен Мақсат Дәулетбаққа рахметін айтып, үйлеріне қайтады. Ал Түлеу болса, сол қашқаннан қашып, басқа қалаға, немесе басқа бір ауылға бой тасалап кетеді. Себебі Қанат пенен Мақсаттың бұны жазалауы мүмкін еді. Міне, қымбатты тыңдармандар, оңай ол жағыламыз деп, сәл болмағанда тәжіктердің қолында өлуге шақ қалды. Тәжіктер өте қызу қанды, ешкімді аяйтын адамдар емес. Тем более қылмыскерлер. Наркотик деген ол өте қиын нәрсе ғой. Міне, қымбатты тыңдармандар, әңгімелеріміз қандай да бір әсер қалдырып жатса, лайк басып тіркеліп қолдап қойсаңыздар болады. Арнамызға тіркелмеген тыңдармандарымыз болса, арнамызға тіркеліп, бізге көмек қолын ұсыныңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз бізге ауадай қажет. Көп жиылса көл тамшыдан теңіз құралады деуші ғой қазақ атам. Сіздердің әрбір басқан лайктарыңыз, әрбір арнамызға тіркелгендеріңіз бізге үлкен күш қуат береді. Ал ендеше, қымбатты тыңдармандар, келесі әңгімемізді жолдағанша сау саламатта болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қазақстанымыз қанатын кеңге жайып қаштай берсін. Сіздерменен әңгіме дүкен құрған Әлидің әңгімелері YouTube арнасы, ал мәтінді